Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы Петропавлда ойдағыдай жүзеге асуда. Биыл тың мемлекеттік жоба аясында 2-ші Заречный 51А мекенжайындағы үйдің шатыры алмастырылып жатыр. Айта кету керек, бұл баспана 35 жыл бойы жөндеу көрмеген. Шатыр ғана істелінбейді мұнда. Бүкіл барлық подъездер, асфальттар, мынау осы екі үйдің территория аумағы барлығы асфальттанған. Енді тағы бізге көмек ретінде үйдің ар жағында асфальттауға белгіленіп отыр. Бұрындары ескі шатыр тұрғындарды біраз әбігерге салды. Салдарынан 3-ші қабатта тұратындар өз қаражатына үйдің төбесін жөндеп жүрді. Биыл қалалықтардың айы оңынан туды деуге болады. Мемлекеттік бағдарлама көмегімен жөндеу жұмыстары несиеге істелінбек. Бұл үйге 35 жыл болды ғой енді. Сол кезде тұрғындар өздері қолдарынан келгендерін істейтін. Қазір мына бағдарлама арқылы өте жақсы болды. Бәрін жаңартып, орнына келтіретін болды. Соған рахмет. Крышу нам сделают, так уже заканчивают. Вот, в подъезде, сейчас нужно отопление в подъезде сделали, батарею. То есть у нас же не было батареи, холодно было. Двери постоянно открыты были, и холодина была у нас в подъезде. Ну еще дом вот, облицуют нам, все сделают, двери поменяют, будет прекрасно. Нам нравится, что делают. Бағдарламаның арқасында 3 қабатты үйдің шатырынан бөлек баспананың келбеті жаңартылып, подъездер жаңа кейіпке енбек. Сондай-ақ аулада асфальт төселеді. 51А мекенжайына қарама-қарсы орналасқан 51-ші үйге күрделі жөндеу жұмыстары бұдан бұрын жасалды. Нәтиже көріп тұрғаныңыздай көз сүйсіндіреді.